Сәлеметсіздер ме? Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжінің студенттері. Бүгінгі сабағымыз МК31 тобына арналған тиімді құрастыру сабағы. Сіздермен бірге оқытушы Нұрымбетова Камиля Амировна. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ол тәжірибелік жұмыс номері 34. Реглан пішімді сызба конструкциясын есептеу және құрастыру. Сабақтың мақсаты реглан пішімді сызба конструкциясын есептеуді және құрастыруды үйрену. Сабақтың мазмұны: бірінші, реглан пішімді сызба конструкциясын есептеу, екінші, реглан пішімді сызба конструкциясын құрастыру. Бүгінгі тақырыбымыз осындай, және осы тақырыпқа сай өздеріңіздің дәптерлеріңізді ашып, берілген көрсетілген формулаларды дәптерлеріңізге жазып, конспект түрінде және сызбаны сызу қажет болады. Бізге керекті өлшемдер ол стандарт өлшемдерге арналған өлшемді аламыз. Белгілерге арналған стандарт өлшем. Ең бірінші керекті өлшем ол мойын айналымының жартылай көрсеткіші, кеуде айналымы, кеуде ені, одан кейін иық ені ол шықы, бел айналымы оты, обы дегеніміз бел бөксе айналымы, артқы бойдың белге дейінгі ұзындығы ол ДТС, артқы бойдың ені, шысы, келесі ол қолдың ұзындығы, ДРЗАП, яғни бұл өлшем жеңнің ұзындығын өлшеп шығару үшін қажет. Содан кейін соңғы өлшем ол бұйымның ұзындығы. Жалпы реглан пішімді пәлтенің құрастыруы ол негізінен негізгі қондырмалы жеңмен салыстырғанда қолтық ойындысы тереңірек болады. Сондықтан келесі формула бойынша қолтық ойындысының тереңдігін анықтап аламыз. Ол төменде көрсетілген ГПС екен формулаға қарасаңыздар, қалай есептелгені содан байқауға болады. Бұл жерде қолтық ойындысының тереңдігі ол 27 бүтін, жуықтап алғанда 27 бүтін 3-ке тең. Және қолтық ойындысының ені ол 13 бүтін 5-ке тең келеді. Келесі біздің слайдымыз ол реглан пішімді жеңнің артқы бой сызбасын құрастыру. Жалпы бұл бүгінгі тақырып ерлер бұйымына арналады. Ерлер бұйымындағы реглан пішімді жеңді қалай құрастыру керектігі. Ең бірінші біз сызбаны артқы бойдан бастаймыз. Артқы бойдан А нүктесін бірінші белгілеп аламыз да, сол А нүктесінен төмен қарай вертикаль сызығын сызамыз. Бұл артқы бойдың ортаңғы сызығы болып келеді. Және сол А нүктесінен қолтық ойындысының тереңдігін белгілейміз. Жаңа алдыңғы слайдта айтып өткендей, қолтық ойындысының тереңдігін есептеп көрсеткен болатынбыз. Сол есептелген формуладан алынған көрсеткішті белгілейміз. Ол бізде Адан төмен қарай Г нүктесі болады. Ол бізде 27 бүтін 3-ке тең. Сонымен қатар А нүктесінен төмен қарай бел сызығын белгілейтін нүктені табамыз. Аты ол біздің жаңағы алдыңғы артқы бойдың белге дейінгі ұзындығына тең. Одан кейін бөксе сызығын табамыз. Көрсетілген формула бойынша, яғни ТБ формуласын қараңыздар. Сол жерде мынау артқы бойдың белге дейінгі ұзындығын 2-ге бөлу арқылы есептелінген. Одан кейін алдыңғы бұйымның ұзындығы ол Адан Д-ға дейін бұйымның ұзындығы көрсетіледі. Сонымен қатар А және С нүктелерінің аралығын табу үшін бізде АГ табылған
көрсеткіш бойынша 2-ге бөліп, сол табылған көрсеткіш бізде с болып есептелінеді. Артқы бойдың сызығын жалғастырамыз. С, Г, Т, Б, Д нүктелерін оңға қарай горизонталь сызықтар жүргіземіз. А1-ді 0,100-ден 75 деп белгілейміз. ТТ1 1 сантиметрге тең. Артқы бойдың сызығын А1, С, Т1 нүктелерін бір-біріне қосу арқылы және осы сызықты төмен қарай жалғастырып, Г1, Б1, Д1 нүктелерін анықтап аламыз. А1 нүктесінен артқы бойдың мойындысы енін анықтаймыз. Ол бізде А1, А2 8,3-ге тең көрсетілген формула бойынша анықталады. Және осы артқы бойдың мойынысының биіктігі А2, А3 2,8-ге тең формула бойынша анықталады. Артқы бойдың ені С1 ол көрсетілген формула бойынша 23,3-ге тең. Табылған С1 нүктесі арқылы вертикаль сызық жүргізіп, жоғарысында Г нүктесімен қиылысқан жерді Г2 деп белгілейміз, ал А сызығымен қиылысқан жерді В деп белгілейміз. В нүктесі арқылы иық сызығын табамыз. Ол үшін В1 формула бойынша 2,7-ге тең екенін көріп отырмыз. А3 нүктесі мен В1 нүктесін түзу сызықпен қосып, ол жерде А3, В2 анықтаймыз. Ол үшін берілген өлшемдер бойынша ШП-ға қосымша қосылып анықталынады. Сонда 18 сантиметр шығады. Иық сызығы жақсы қонымды болу үшін осы көрсетілген анықталған сызықты 1 сантиметр жоғары көтереміз. Содан кейін оны А1, А11, В3 деп белгілейміз. Сөйтеміз да осы табылған сызықты қосамыз түзу сызықпен. Содан кейін артқы бойдың мойындысын 1 сантиметрге көтереміз. Сонда А1, 12 1 сантиметрге тең болса, одан кейін А12 мен А11-ді доғал сызықпен қосамыз. Енді артқы бойдың жан сызығын табамыз. Ол үшін келесі нүктелерді анықтаймыз. Г2, Г5 сызығы ол бізде 8,1-ге тең. Бұйымның етегінің енін кеуде еніне сай етіп аламыз. Яғни Д1, Д2 тең болады Г1, Г5-ге, ол бізде 31 сантиметрге тең. Барлығы сызба бойынша жасалынады. Сондықтан сызбадан алынып отыр. Г5 және Д2 нүктелерін түзу сызық бойынша қосамыз. Д6 нүктесін Д2 нүктесінен 1 сантиметр жоғары белгілейміз. Ол сызба бойынша үлгіге сай. Сосын Д1 нүктесімен қосамыз. Қолтық ойындысын сызу үшін келесі нүктелерді табу керек болады. Ол үшін А13, Г3 табу керек. А11, А13 2,5-ға тең, Г2, Г3 5-ге тең. А13 пен Г3 нүктелерін түзу сызықпен қосып, 2-ге бөлеміз. Ол жерді П3 деп белгілейміз. Сосын П3, П4 1 сантиметрге тең перпендикуляр сызығын белгілейміз. Артқы бой қолтық ойындысы сызығын А3, П4, Г3, Г5 нүктелерін қосу арқылы суретте көрсетілгендей белгілейміз. Жеңді қолтық ойындысы бойынша құрастырамыз. Ол үшін Г2 нүктесінен 20 сантиметр төмен Е нүктесін белгілейміз. Е1 тең 25-ке, Г3 нүктесін оңға қарай 3 сантиметр белгілеп, оны Г4 нүктесі деп белгілейміз. Содан кейін Г4 пен
Е1 түзу сызығын қосып, жоғары және төмен қарай созамыз. G3 нүктесінен G4 E1 сызығын перпендикуляр сызамыз, қиылысқан нүктені О нүктесі деп белгілейміз. Қазір біз артқы бойдың реглан пішінді жеңін сызып бастадық. Ең бірінші қазір анықтайтын нәрсе ол жеңнің ені О нүктесі арқылы табады, көрсетілген формула бойынша. Одан кейін жеңнің табылған нүкте арқылы, О1 нүктесі арқылы жеңнің ұзындығын анықтаймыз. Одан кейін R нүктесінен солға қарай перпендикуляр тұрғызылып, енді біз алдыңғы бойдың сызбасын жасайтын боламыз. Ол үшін жаңағы көрсетілген формулалар бойынша артқы бойды сызған болсақ, енді мына формулаларға қарап және сол жақта көрсетілген суретке сай алдыңғы бойды сызамыз. Осы сызбада көрсетілген барлық нүктелер және сызықтар қандай формула арқылы шығарылатыны барлығы жазылған. Осы жерде слайдқа қарап, дәптерлеріңізге жазып, белгілеп отырыңыздар. Яғни бұл жерде алдыңғы бойдың мойын өндісі, алдыңғы бойдың ені қалай табылғаны, сонымен қатар алдыңғы бойдың қолтық өндісі, алдыңғы бойдың өңірі және жеңнің ені, жеңнің ұзындығы барлығы көрсетілген формулалар бойынша есептелінеді. Барлығы осы есептің барлығы осы презентацияда көрсетілген екі суретке сай жасалынған. Жаңа айтып өткендей, бұл жерде алдыңғы бойға сәйкес барлығы есептер берілген. Осы есептерге қарап, барлық есептерді, формулаларды жазып, сол бойынша миллиметровкаға сызу керек. Барлығы алдыңғы бойдың қалай сызылуына қатысты. Яғни ең бірінші формулалар берілген, яғни қандай нүкте, қандай сызық тауып жатқанымызға байланысты. Және сол анықтап отырған сызықтарымыздың немесе нүктелеріміздің қандай формуламен анықтау керектігін көрсетілген. Соңында бұл бүгінгі сабағымыз белгілі бір өлшемге арналғандықтан барлық өлшемдер көрсетілген. Яғни бұл жұмысты орындау барысында студенттер, яғни сіздерге жеңілдікті қамтамасыз етеді. Сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызда көрсетілген формулалар бойынша кез келген өлшемді алып, кез келген ер азаматтарға арналған өлшемді алып, ол мейлі нақты дене бітімге арналған болуы мүмкін, немесе стандарт өлшем бойынша алынуы мүмкін. Стандарт өлшемдер олар әртүрлі болып келеді, сондықтан кез келген уақытта өздеріңізге керекті өлшемді осы презентацияда көрсетілген формулаларға қою арқылы бүгінгі мысалы жаңағы реглан пішінді жең бұйымын жасап шығаруларыңызға болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.